Сөйлесу, speaking task, айтылым. Write 10 questions to ask about another student about where he or she lives. Басқа оқушыдан ол қайда өмір сүретіні жайында білу үшін, сұрау үшін 10 сұрақ құрастырыңыз дейді. Мысал үшін, are there any good restaurants near your house? Сенің үйіңнің жанында қандай да бір жақсы ресторандар бар ма дейді. Енді былай сұрасаңыз болады. Near your house. Are there a station near your house? Are there a bank near your house? Are there any supermarkets near your house? Деп сөйлем құрастырып, мына сөздерді қолдансаңыз болады. Келесі, және де былай сұрасаңыз болады. Are there any mountains near your town? Немесе city. Are there a lake near? Is there? Yeah? Көпшеге are there the mountains? Көпше. Are there any mountains near your city? Болып тұр, жекеше. Is there a lake near your city? Yeah? Келесі. Is there a beach near your city? Is there the sea near your city? болады, иә? Енді өзіңіз пауза қойып, 10 сөйлем құрастырып, өйстіп сөйлеп шығыңыз. Жақсы. Келесі тапсырма. Don't forget дейді. There are 5 supermarkets. Онда 5 супермаркет бар дейді, иә? No, there isn't a station, but there is a bus stop. Жоқ, онда станция жоқ, бірақ онда остановка бар. Yes, it's near the sea. Yeah, ол теңіз жағасында. And there is a beautiful beach too. Және ол жерде әдемі пляж бар дейді, иә? Бұл енді сөйлесуде керек болатын нәрселер, диалогта, егер де біреумен сөйлессеңіз. Келесі writing. Енді жазылым. Write a paragraph about where you live. Өзіңіз қайда тұратын жайында бір параграф жазыңыз. Мысал үшін, in Latina, there are some good restaurants and there is a beautiful park. Латинада біраз жақсы ресторандар бар, және әдемі парк бар. There is a famous university, but there aren't any beaches. Ол жерде атақты университет бар, бірақ ешқандай пляж жоқ дейді. Near my house, there is a restaurant. Мысал үшін, тура осы сияқты қылып, сіз көшіріп Латинаның орнына Шымкент немесе Москва деп сөйлемдерді қойып, өзіңіз осындай параграф жазыңыз дәптерге жазбаша түрде. Жақсы, енді келесі. Real life, өмірде кездесетін сөздерді үйренеміз. In the street, көшеде. Match the sentences with pictures. Сөйлемдерді суреттермен біріктіріңіз дейді. Мысал үшін, sorry, кешіріңіз дейді. Бірдеңе сұрамақшы мысалға. Sorry, I don't know, кешіріңіз, мен білмеймін деп айтылуы мүмкін. Бірақ бұл басқа нәрсе болуы мүмкін. Қазір бұл мұнда. A суреті. Is this Eden Street? Бұл Eden Street па дейді. Sorry, I don't know, кешіріңіз, мен білмеймін дейді. Қалғанын мына сөздерге қарай отырып, сіз мына суретті суреттеп көріңіз. Пауза қойып, видеоны артқа алға жылжытып орындасаңыз болады. Сізге ыңғайлы болу үшін. Sorry, I don't understand. Басқа тілде сөйледі, испан тілінде мысал үшін. Бұл кешіріңіз, мен түсінбедім деді. Мына жерде excuse me. Sorry, кешіріңіз деді. No, that's okay. Ештеңе етпейді деді. Мынау excuse me, where is the station? Станция қайда деді. Бұл it's over there on the right. Ол анда оң жағыңызда дейді. Жақсы. Енді imagine you are in the street. Елестетіңіз, сіз көшедесіз. Make different conversations with other students. Басқа адамдармен сөйлем құрастырыңыз. Былай мысал үшін. Excuse me, where is the post office? Кешіріңіз, почта қайда деп сұрайсыз. Осы сияқты сөздіктерді білесіз. Кешіріңіз, where is the деп бірнеше жерде сұрап көріңіз. Пауза қойып сұраңыз, иә?
қасыңызда адам болса, ол it's over there деп, ол анда деп жауап беріп тұрса болады. Жақсы, енді do you remember it? Есіңізде ма? Біз қайталаймыз енді. Circle the correct answer. Дұрыс жауабын дөңгелектеңіз дейді. Ал сіз дөңгелектемейсіз, сіз дәптеріңізге жазасыз дұрыс жауабын. Мысалы үшін мұнда a bus stop near the bank. Я? Банктың жанында остановка. Яғни there is жекеше болады, я? There are деген көпше. Қалғанын пауза қойып сіз орындаңыз. Енді тексереміз. Are there any people in the park? Паркте адамдар бар ма? There are some nice restaurants in the square. Пошта біраз әдемі ресторандар бар. There isn't any university in this town. Бұл қалада ешқандай университет жоқ. There aren't any mountains near this city. Бұл қаланың жанында ешқандай тау жоқ. There is a supermarket near the station. Станцияның жанында супермаркет бар. Екінші тапсырма. Are these sentences true or false for you? Сіз үшін мына сөйлемдер дұрыс па, қате ма? Соны бұл сіз туралы мәлімет болу керек. Сіз орындаңыз. There are 15 students in our class. Біздің сыныпта 15 оқушы дейді. Немесе студент. F. False. Қате. There are 21 students in this class. Бұл сыныпта 21 студент бар. Қалғанын сіз қате болса осы сияқты турлап, қалғанын сіз өзіңіз туралы мәліметті толық орындаңыз. Жақсы, бұл енді сіз туралы мәлімет болғандықтан мен сізді жөндей алмаймын және сізге жауабын айта алмаймын. Бірақ бір оқып аударып берейін. There is a park near our school. Біздің мектептің жанында парк бар. There are some pictures in this classroom. Мына сыныпта біраз суреттер бар. There is a cafe in our school. Біздің мектепте кафе бар. There are 20 chairs in this classroom. Бұл сыныпта 20 орындық бар. There is a cinema near our school. Біздің мектептің жанында кинотеатр бар. There aren't any women in this class. Бұл сыныпта ешқандай әйел жоқ дейді. Келесі. Put the word in the correct place. Мына жақшадағы сөздерді сөйлемнің ішіндегі дұрыс жерге орналастырыңыз дейді. Дұрыс жерге қойыңыз. Пауза қойып дәптерге орындайсыз. Былай мысалға. There is a bank near the station. Станцияның жанында банк бар деген осы сөзді қояды. Қалғанын сіз пауза қойып орындаңыз. Енді тексереміз. London's a very interesting city болады. Келесі. There is a post office on the left of the bank болады. On the left. On the left. London's a very. Келесі. Excuse me. Are there any cafes in this street? There are any cafes. In Paris, there are some very good restaurants. There are some. The cinema is on the right of the supermarket. Right of the. We are in a cafe in Baker Street. Cafe in Baker Street. Write the vowels in these adjectives. Мына сын есімдердің ішіне сын есімдерге дауысты дыбыстарды қойып шығыңыз дейді. Мысалы үшін small. A small cafe, a small school. Қалғанын пауза қойып сіз орындаңыз. Енді тексереміз. Interesting, quiet, nice, busy, famous, beautiful. Жақсы. Енді мына кроссвордты енді сөздікке қарап өзіңіз пауза қойып орындасаңыз болады. Жақсы. Келесі. Consolidation, modules. Енді укрепление дейді, алған білімімізді одан ары жақсарту, тексеру, өткен тақырыптар бойынша бірінші, төртінші сабақтар. Grammar and reading, the verb be дейді. Verb be бойынша грамматикамен оқылым. Бірінші verb be. Verb be дегеніміз MR is. Write a part of be in the gaps. Бос орындарға be'дің дұрыс формасын қоямыз. Use contractions where possible. Use contractions дегеніміз қысқартылған түр қолданамыз. Мүмкін болған жағдайда. Is'ді s деп, are'ны r деп, isn't деп немесе is not дегенді тағы басқа.
Пауза қойып орындаймыз. Енді тексереміз. Dear Matt, hi, from Australia. Jimmy and I are now in Melbourne. We are with two old friends from university, Rick and Tanya, and it is good to see them again. Melbourne is a really nice city. It isn't very big. Мына жерде negative деген, сол үшін it isn't very big. And the people are very friendly. There are some beautiful parks and lots of shops and cinemas, but negative деген болсыз, there aren't any interesting markets. Aren't болады, себебі any көпше болу керек. Interesting markets және көпше болып тұр. There aren't any interesting markets. Пауза қойып, түгел орындап жіберіңіз. Енді тексерейік. Melbourne's famous in Australian for its food, and there are lots of different types of restaurants here. Chinese, Italian, Vietnamese, Thai, and the food. And the food is expensive. Isn't expensive. Negative here, isn't expensive. The weather is beautiful, and I am very happy here. See you soon, Steve. Бәрін дұрыс айттым, иә? We are with, it isn't very big, and the people are very friendly. There are some beautiful, there aren't, and there are, yeah? Food isn't, weather is, I am. Енді grammar and speaking questions with you дейді. Сен дегенмен, you мен бірге қойылатын сұрақтарды үйренейік. Put қайталайық деген. Put the questions in order. Сөйлемдерді, сөздерді орнына қойып, сөйлем құрастырыңыз дейді. Бірінші, what's your name? Қалғанын пауза қойып, дәптерге жазыңыз. Енді тексереміз. Where are you from? What's your job? How old are you? Are you married? What's your address? What's your phone number? Is there a university in your city? Жақсы орындады деп сенемін сізді. Енді match the questions in exercise 1 with these answers дейді. Мына сұрақтар мен мына жауаптарды бірге біріктіріңіз. Жақсы. Енді жауабын келесі сабақта тексереміз. Сау болыңыз.